Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математикалық сауаттылықтағы геометрия есептерін талқылаймыз. Бірінші есеп. АБС үшбұрышының периметрі ең кіші болатындай, АБ қабырғасының ең кіші бүтін мәнін табыңыз дейді. Енді бұл жерде үшбұрыш теңсіздігін қолдануға болады. Үшбұрыштың кез келген бір қабырғасы қалған екі қабырғалардың қосындысынан кіші болады. Кіші болады. Мысалы 7 кіші болады. X пен 8-дің қосындысынан 8 кіші болады. X пен 7-ның қосындысынан. Енді мына жерге орнына мән қойғанда 1-ді қоятын болсам, бұл теңсіздік орындалмайды. 2-ні қоям. X-ның мәні 2 деп қабылдайтын болсақ, мына жер 2 болды деген сөз. Олай болса, онда периметр бізде 17 болады. Егер де мынаны 3 деп алатын болсақ, онда 18 болып кетеді периметр. Бізде есептің шарты бойынша периметр ең кіші болу керек. Сондықтан жауап бізде мына жауап 2 деген болады. Ары қарай. Торларының өлшемдері 1 см, 1 см болатын дәптерге салынған дөңгелектің боялған бөлігінің ауданын дөңгелек ауданына қатынасын тап дейді. Енді мына жерде былай да шығаруға болады, бұл өлшемін істемей-ақ. Былай шығаруға болады. Мынаны осыған қарап отырып, мына тең 4 бөлікке бөлуге болады. Міне, шеңбер тең 4 бөлікке бөлінді. Енді біз 4 бөлікке бөлініп, бір бөлігі боялған. Есептің шарты бойынша бізге боялған бөлігінің ауданының дөңгелектің ауданына қатынасын тап деп тұр. Дөңгелектің ауданына. Боялған бөлігі, бір бөлігі боялған, 4-ке бөлінген. 4-тен бір бөлік. Жауап да. Осылай да шығаруға. Ары қарай. Анасы асқапқа жаңа жылға арналған конус тәріздес Буратиноның бас киімін тігу үшін баласының басының керекті өлшемдерін алды. Басының шеңбер бойымен ұзындығы, мына жердің ұзындығы 144 см, биіктігі 18 см болса, анасына қажетті қағаз мөлшері қанша екенін анықтаңыз дейді. Енді мына жерде былай шығарамыз. Бізде шеңбердің ұзындығының формуласы бізде 2πr деген формуланы білеміз. 2πr. Бұнда орнына мәндерін қойсақ, 2, пи-дің орнына 3-ті қоям, есептің шарты бойынша міне. R, с-ның орнына 144-ті қоям. Енді осыдан R-ді тау үшін, 2 мен 3-дің көбейтіндісі 6, 144-ті 6-ға бөлсем, менде 24 деген мән шығады. Яғни R мына жердегі 24 деген сөз. Енді бізге анасына қажетті қағаз мөлшері қанша екенін анықтаңыз деп тұрма, олай болса, мына конустың бүйір бетінің ауданын тап деген сөз. Конустың бүйір бетінің ауданын табу формуласы PRL деген формула бар бізде. RL. Орнына мәндерін қойып қарайын. P-дің орнына бана есептің шарты бойынша 3-ті қоям. R-дің орнына мін таптық, 24-ті қоям. Енді L. L-ді табу үшін мына жер L деген мынау. L-ді табайын. Пифагор теоремасы бойынша 18-дің квадратына қосам, 24-дің квадратын қосам. Есептесем, 18-дің квадраты 324 плюс 24-дің квадраты 576. Бір тапсам, екеуінің қосындысы бізде 900 болады екен. 900-дің түбірі бізде енді 30. Осыны апарамда мына жерге қоям. Үшеуін көбейтетін болса, менде 2160 деген мән шығады. Ол бізде міне Е жауабы. Қанат 1,2 км жол жүру үшін шеңбер тәрізді спорт алаңын 10 рет айналып шығу керек. Мысалға, міне шеңбер тәріздер спорт алаңын. Соны 10 рет айналғанда 1,2 км жол жүру үшін жол жүреді дейді. Енді бізде мына километр жауап метрімен беріліп тұр. 1 километрде бізде 1000 метр бар. 1 километрде 1000 метр бар. Олай болатын болса, 1,2 километрді метрге айналдыру үшін
1000-ға көбейтіп жіберем. Сонда 1200 метр болады екен. Сонда 10 рет айналғанда 1200 метрге жүретін болса, 1 рет айналғанда андау үшін 1200-ді 10-ға бөлем. 10-ға бөлем. Сонда менде 120 метр. 120 метр. Бұл 1 рет айналғандағы. 1 рет айналғандағы. Яғни 1 рет айналу деген сөз, шеңбердің ұзындығы 120 метр деген сөз. 120 метр. 120 метр. Енді шеңбердің ұзындығы бойынша бізде диаметрін табамыз есептің шарты бойынша. Тағы бір диаметр табу формуласы. Пиді деген формуласы бар, шеңбердің ұзындығының пиді. Осының орнағы жалпы диаметр дегеніміз шеңбердің центр арқылы өтетін кесінді міне. Мына диаметр деген. Осы д-ны табу керек. Енді орнына мән қояйын. Пидің орнына 3-ті қоям. Көбейтілген д. С-ның мәні міне 120. 120. Енді д-ны табу үшін 120-ны 3-ке бөліп жіберем. 120-ны 3-ке бөлсек бізде 40 болады екен. Міне жауап А жауабы. Есеп түсінікті болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.